Келін ашық жарқын мінезді болуымен сүйкімді. Оның жайдары ақ көңіл әрі ашық жарқын болғаны жақсы. Енді ғана танысып жатқан жаңа туыстарымен дұрыс қарым-қатынас орнатып, жаңа ортаға оңай сіңісіп кету үшін мінезінің ауыр болмағаны жақсы. Кез келген адам келіннің қабағына қарайды. Қабағы қатулы келіннің тамағында ешкім іше алмайды. Іші бауырыңа кіріп, шын пейілмен ізет көрсететін келіннен кім айналмайды. Келін пысық болуымен сүйкімді. Қыз баланың тұрмысқа ыңғайы келіп тұрғаны кімге болса да ұнайды. Ақ саусақ аппақ келіннен қолынан мың түрлі іс келетін пысық келін әлде қайда жақсы емес пе? Келін келген күннен бастап пысықтығымен сынала бастайды. Келін болғанда қандай тағаммен ата-енеңді тәнті қыларыңды білмей бетің қызарып жүрмеу үшін қыз кезіңде дәмді тағам жасауды үйреніп алған 10 есе артық. Тағамның түр-түрін жасап, отбасының көңілін ас үйдегі жағымды иіспен алдандыратын келіннің сүйкімі қалай болмасын. Тамақтан өзге үй тұрмысымен де қиналмай айналысу үшін қыз күнінде де осы тірліктерді жасап жүргеннің, үйренгеннің зияны жоқ. Қыздардың аузынан келін болғанда жасаймын деген сөзді мүлдем алып тастау керек. Өйткені келін болғанда сол істі енді үйрене бастаудың орнына сол істің құлағында ойнап тұру керек. Келін ана болуымен сүйкімді. Ата-енесін көп күттірмей денсаулығы жарағанша немере сыйлаудан шаршамайтын келіннің сүйкімі көп. Өйткені қазақ көбейіп өсіп өнгенді жақсы көреді. Отауға келіп түскен келін өмірге осы әулеттің көшін жалғайтын ұрпақ әкелуі тиісті. Бала-шаға көбейген сайын оны шу деп емес той деп білетін келінді қалай сүйкімді демессің. Келін кішіпейіл болуымен сүйкімді. Кішіпейіл келіннің ырысы мен несібесі көп болады. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін келіннің шаңырағын береке мен бақ күзетеді. Қыңыр мінезімен көптің көңілінен шықпайтын келін сол ниетіне сай өмір сүреді. Келін көпшіл болуымен сүйкімді. Көп болудан қашпайтын келіндердің өзгеден мәртебесі биік тұрады. Көптің көңілін тауып, сол арқылы өзіне жан тыныштығын іздейтін келін кімге болса да ұнайтыны рас. Келін қонақжай болуымен де сүйкімді. Қонағын құдайындай сыйлап, үйінде барын алына тартатын қазақтың келіндері көп болғаны жақсы. Өйткені қонағы мен келім-кетім адамы көп үйде ырыс артады. Үйге келген әр адам өзімен бірге берекесін ала келеді. Келін күйеуін сыйлауымен сүйкімді. Жолдасының талаптарының бәріне көніп, оның шешімдері мен бұйрықтарына құрметпен қарайтын келін отбасындағы тыныштықтың символы саналады. Келіні күйеуіне бағынып, айтқанынан шықпайтын үйде ұрыс-керіс атымен болмайды. Ал ұрыс-керіс ұяламаған ұяға бақ құсы қонып береке орнайды. Сіздердің келіндеріңіз қандай?